музейден тарих дейтін бақтабамыз қазақтың қасқа жолы қатпараңыз музейдің радио арнасымен бабалар жүріп өткен сақталар із дәуірлерді дәріптеп бұл арнада ғасырлар ғаламатын ақтарамыз. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде музей радиосы. Микрофон алдында мен Әйгерім Сейітбекқызы. Тұран ойпатының біраз бөлігін алып жатқан Қызылорда облысының едәуір бөлігін құм басып жатыр. Топырағы қоңыр, құмдақ сортаң болып келеді. Шөлді және шөлейтті аймақ саналатын сыр өңірінде жусан, бетеге, сексеуіл, жыңғыл, тал, тораңғы, қамыс өседі. Ауыл шаруашылығына қолайлы жер аумағының 12% Сырдария өзенінің жайылмасында, 23% шөлейтте, 65% шөл аймағында орналасқан. Бүгінгі хабарда Қызылорда облысының өсімдіктер дүниесі туралы сөз қозғайтын боламыз. Бүгін біздің студиямызға тұрақты қонағымыз Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің археология және этнография ғылыми зерттеу бөлімінің ғылыми қызметкері Ләззат Жалғасбайқызы келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ләззат Жалғасбайқызы, Қызылорда облысы аумағында өсімдіктердің қандай түрлері кездеседі және өсімдіктер жамылғысының жай-күйі қандай? Біздің облысымыздың басым көпшілігін, яғни шөл және шөлейтті аймақ алып жатыр. Бұл шөл және шөлейтті аймақтың табиғаты өте шұғыл континентті, яғни құрғақ болып келеді. Жауын-шашын мөлшері 180-300 мм-ге дейін түседі. Бұл жауын-шашын мөлшері көбіне көктем айларының аяғы мен жаз айларының басында жақсы байқалады. Ал қыс және жаз айларында, көп күз айларында жауын-шашынның түсу мөлшері аз. Осыған байланысты біздің жерімізде шөлге және шөлейтті жерге бейімделген өсімдіктер түрлері бар. Бұл өсімдіктердің түрлеріне көбіне мынау құмды жаңағы өзіне серік тұтатын, құмда еркін өсетін сексеуілмен және жусан сияқты өсімдіктерді жатқыза аламыз. Бұлар құмның аумағының үлкеюіне және құмның көшуіне тосқауыл бола алады. Қызылорда облысымыздың территориясында 800-ден астам өсімдіктердің түрлері бар. Соның 92 түрі балдық өсімдік болса, 54 түрі дәрілік өсімдіктер, ал 212 түрі малазықтық дәрілік өсімдіктер болып бөлінеді. Сонымен қатар бізде адамның тікелей әсерімен, әрекетімен, яғни бақша, бау-бақша өсімдіктерімен және дәнді дақылдар өсімдіктері өсіріледі. Дәнді дақылдар өсімдіктеріне күріш, сыр елі дегенде бірінші күріш біз мақтан аламыз, экспорттап, шетелдерге экспорттап жатырмыз. Ал бау-бақша өнімдерінде де бізде картоптың түрлері барлық бау-бақша өсімдіктерінің барлық түрлері біздің жерімізде өсіріледі. Соның ішінде картоп, жаңағы қауын-қарбыз шетелдерге бұл бау-бақша өнімдері шетелге экспортталады. Ал енді дәрілік өсімдіктерде бізде көбіне далалық жабайы дәрілік өсімдіктерді кеңінен пайдаланады. Оған жаңағы адыраспан, мия, жалбыз, жантақ сынды дәрілік өсімдіктерді атап айтуға болады. Бұл өсімдіктерді кептіріп, оның кепкен өсімдікті ұнтап, қайнату немесе тұнба жасау арқылы дәрі ретінде, яғни түрлі ауруларға қолданылған. Ал қазіргі таңда дәрілік өсімдіктердің түрлері неге жаңағы жойылуға ұшырап бара жатыр, азайып бара жатыр. Сол себепті оған да үкімет тарапынан, жалпы эколог мамандар тарапынан дабыл түсіп қорғауға алынып жатыр. Енді жалпы өсімдіктердің жамылғысын, өсімдіктің түрлерін қорғау мақсатында қандай шаралар жүзеге асырылуда? Өсімдіктерді қорғау шаралары бізде 1981 жылдан бастап Қызылорда өңірінің өсімдіктер дүниесі қызыл кітапқа тіркеле бастады. Сол кезеңнен бастап өсімдіктердің жаңағы қорғау шаралары, соларды
түрін сақтап қалу немесе оны қолдап өсіру шаралары ұйымдастырылып жатыр. Мысалы оған дәйек ретінде біз мынау жусанды қолдан өсіруге болатын, қолдан өсіріп жүрген түрлері бар. Жалпы мынау далалық өсімдіктердің ішінде жаңа сексеуіл, құмға тосқауыл бола алатын түрлерін біз айыппұл арқылы адамдарға, яғни қорғап, ол алқапқа тимеуге тыйым салынып, белгілер қойылып, яғни осындай шаралар жүргізіліп жатыр. Енді қазіргі таңда сыр өңірінде өсетін, осы Қызылорда аумағында өсетін емдік қасиеті бар өсімдіктерге сұраныс бар ма? Емдік қасиеті бар өсімдіктердің жағдайы қалай қазір? Емдік қасиеті бар өсімдіктер жаңағы айтып өткенімізде жоғарыда дәрілік өсімдіктер, бұлар далалық өсімдіктер болып табылады. Дәрілік өсімдіктер негізі көп мөлшерде, яғни қазіргі таңда көп мөлшерде пайдаланса, немесе белгілі бір зерттелмеген өсімдіктерді шамадан тыс пайдалану, бұл адам өміріне үлкен қауіп төндіреді. Сол себепті дәрілік өсімдіктерді қазір зерттеп, оның пайдалы, қанша мөлшерде оны пайдалану керек деген сияқты жұмыстармен айналысып жатыр. Сол біздің өңіріміздегі өсімдіктердің, дәрілік өсімдіктерге сұраныс бар, әрине. Әсіресе мынау қызылмия өсімдігінің тамырына сұраныстар бар. Шетелдік ғалымдардың қызығушылығында біздің жердің өсімдіктерінің барлығы қызығушылық тудырып отыр. Өйткені кейбір асқазан аурулары, қатерлі ісік ауруларына емдеген болжамдар көп. Осы өсімдік жамылғыларының жаңа айтып өттік қой, пайдалы барлығы да адамның бүкіл өмір сүруіне, денсаулығына, азық ретінде де пайдалы. Жаңағы қолдан өсіру бау-бақша өсімдіктері, мысалы қарбыз, асқабақ сияқты өсімдіктердің дәрумен ретінде пайдалылығы бар. Қарбыздың суы арқылы, қарбызды жеу арқылы жаңағы бүйректі шаюға болады деп, яғни табиғи жолмен бүйректі шаюға болады деп, яғни осындай барлық өсімдіктің де осы адам өміріне, ағзасына пайдасы бар. Біздің Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің табиғат залында түрлі өсімдік гербарийлері және пайдалы өсімдік, дәрілік өсімдік гербарийлері арнайы витриналарға қойылған. Сонымен қатар біздің заманымызға дейінгі 80 миллион жыл бұрынғы тасқа айналып кеткен ағаш діңінің діңі бар. Осыны көріп келіп тамашалап, соған жалпы соның тарихымен тереңірек білгілеріңіз келсе, осы табиғат залына келіп тамашалап, Қызылорда облыстық музейінің көрулеріңізге болады. Тамаша, көп рахмет, Әділ Аспайқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, көрермендер, жалпы Қызылорда облысы аумағында өсетін өсімдіктер әлемімен, яғни флорасымен тереңірек танысам десеңіздер, Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейіне келіңіздер. Құрметті радио тыңдаушылар, Ләззат Жалғасбайқызымен болған сұхбатты Сыр шаңырағы YouTube каналынан, Қызылорда облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасы мен Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің әлеуметтік желі парақшаларынан тамашалай аласыздар. Музей радиосымен бірге болыңыздар.